Саламатсыздарбы окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз Казакстан географиясы 9-сынып. Сабакты жүргүзөтүн мен Жолкумова Айжан Ракишевна. Сабактын такырыбы Казакстандагы дайын өнүм түрлөрү мен орталыктарын аныктау. Дайын өнүм дегенimiz не? Дайын өнүм дегенimiz машина жасоо кешени, химия өнөркәсиби, курулуш материалдар өнөркәсиби жатады. Машина жасоо кешени Казакстанда Улуу Отан согушу жылдары Ресей мен Украинаның батыс аудандарынан көшіріліп әкелінген заводтардың негізінде қаланған. Қазіргі кезде General Electric, General Motors, Toyota, Alstom, Talga, LG сынды ірі әлемдік машина жасау көшбасшылары табыс деңгейі көтерді. Оған дәлел 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда 167 автомобиль моделі, 22 әлемдік бренд жинақталуда. Мамандану түрі бойынша машина жасау кешені 4-ке бөлінеді. Ол заттық, бөлшектік, технологиялық, қызметтік. Машина жасаудың орталықтарына тоқталатын болсақ, металлургиялық жабдықтар Өскемен қаласында, мұнай өндіретін аймақтарда мұнай қондырғылары өндірісі, ал шахталық машиналар Қарағанды қаласында шоғырланған. Сонымен бірге Петропавл қаласында ауыр машиналар заводы бар, ол бұрғылау қондырғысы, энергетикалық жабдықтар, темір жол жабдықтары. Қазіргі кезде Қазақстанда ауыл шаруашылық машиналар жасаудың 57 түрі күрделі және қарапайым ауыл шаруашылық техникасын шығарып, ол Павлодар, Макинка, Көкшетау, Өскемен, Нұр-Сұлтан қалаларында жиналса, ал жеңіл автомобильдер экспортқа шығарылып, ол 2 қалада жасалуда. Ол бірінші қаласы Азия Авто Өскемен қаласында Нива, Шкода машинасын жинаса, ал Қостанай қаласында Лада, Kia, Hyundai, Chevrolet машиналары жиналады. Үй тұрмыс машиналары Алматы қаласында жиналады. Осы машина жасау орталықтарына тоқталатын болсам, қазіргі кезде сұранысқа ие оттегі тыныс алу аппаратуралар заводы Көкшетау қаласында, Талдықорған қаласында аккумулятор заводы, Кабель Семей қаласында шоғырланған. Химия өнеркәсібі ел шаруашылығының маңызды саласы болып саналады, қалдықсыз сала. Сонымен бірге ерекшелігі шикізат базасы ауқымды, көмір және металлургия мұнай өңдеу заводтарының маңайында шоғырланған, табиғатта кездеспейтін жасанды заттарды шығарады. Химия өнеркәсібін орналастыру үшін 5 фактор қажет. Ол шикізат, энергетика, су, тұтыну және экология. Сонымен бірге химия өнеркәсібі елдің техникалық прогрессін анықтайтын сала, экологиялық жағынан ең лас сала болып саналады. Химия өнеркәсібі 5 салаға бөлінеді. Тау-кен химиясы, негізгі химия, органикалық синтез химиясы, полимерлер материал химиясы, жоғары техникалық салалар химиясы. Енді осының кен химиясына тоқталатын болсақ, жерден қазып алатын дүниені кен химиясы деп атаймыз. Ал негізгі химия дегеніміз ол тыңайтқыштар. Азоттың айтқышы Қарағандыда өндіріледі. Сонымен бірге органикалық синтез, ол күнделікті өзіміз киетін аяқ киіміміз, баллон, органикалық химияға жатады. Полимерлер химиясына пластмастар жатады. Пластмас тұрмыста көп қолданамыз. Қазіргі кезде Атырау, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында заводтар бар. Химияның жоғары технологиялық саласына фармацевтика жатады, парфюмерия жатады, тұрмыстық химия, фотохимия жатады. Енді осы химия өнеркәсібінің орталықтарына тоқтайтын болсам, бұл орталықтар фармацевтиканың 30% отандық өнім. Ол Шымкент, Қарағанды, Алматы қалаларында өндіріледі. Құрылыс материалдар өнеркәсібі республикалық шаруашылықтың жетекші саласы. Соның ішінде ағаш өнеркәсібі, ағаш өңдеу, орман шаруашылығымен айналысады. Қазақстанда орман республика аумағының 4,2% алып жатыр. Қылқан жапырақты ормандар Шығыс Қазақстанда, Алматы облыстарында болса, 8 миллион гектар жерді 80 ағаш алып жатыр. Ол Қызылорда облысында. Ағаш өнеркәсібі 3 саладан тұрады. Ағашты дайындау, механикалық және химиялық өңдеу. Механикалық өңдеуге тоқталатын болсам, онда кигіз үй және музыкалық аппаратура шығарады. Енді осы ағаш өнеркәсібінің орталықтарына тоқтайтын болсақ, Семей, Алматы, Өскемен, жиһаз фабрикасы 5 қалада шоғырланған. Құрылыс материалдар өнеркәсібі
ерекшеліктері құрылыспен байланысты. Оның басты шикізаты кенді емес пайдалы қазбалар. Кен өнеркәсібінен әртүрлі тау жыныстары, металлургия өнеркәсібінде шлак, жылу электр энергетикасында күл қалдықтары кеңінен пайдаланады. Суретте шлак берілген. Құрылыс материалдарының құрамына тоқтайтын болсам, мұнда минералды шикізат өндіру, тұтастыратын материалдың өндірісі, цемент, әктас гипс, цемент, ірі цемент заводтары 5 қалада шоғырланған. Сонымен бірге темір, бетон, кірпіш өндіріледі. Құрылыс материалдарында қазіргі кезде пайдаланатын биорганикалық материалдарды, оларға тас жатады. Ал органикалыққа қамыс жатады. Өсімдік сабағының қатты бөлігі жатады. Сонымен бірге жасанды заттарды да пайдаланып, ол әдемілікке, әсемдікке пайдаланылады. Полимер материалдары да пайдаланылады. Термопластикалық, термореактивті терезелерді жасауға пластикті. Енді орталықтарына тоқтайтын болсам, қазіргі кезде құрылыс материалдары Қазақстанның барлық жерінде кездеседі. Олар саз балшық, асбест. Жоғары сапалы ақ саз балшық, каолин деген құм Ақмола облысы Алексеевка кентінде өндіріледі, а кварц құмы Павлодар өңірінде өндіріледі. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс. Тақырып бойынша 3 сұрақ. Неліктен машина жасау өнеркәсібі сырттан әкелетін өнімге тәуелді? Екінші, ел экономикасында химия өнеркәсібінің рөлі жоғары. Неліктен? Соңғы сұрақ, ағаш өңдеу және құрылыс материалдары өнеркәсібі қандай салалармен тығыз байланысты? Ойларыңызды негіздеп жауап беріңіздер. Енді сабағымызды қорытындылайтын болсам, 3-2-1 стратегиясы бойынша қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта есте қалған 3 нәрсені атаңыз. Сабақ барысында естіген 2 маңызды ұғымды есте сақтаңыз. Талқылау барысында туындаған бір сұрақты жазылыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.